يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: "Мәжтамаға қаумун фи бейтин мин буютиллахи ятлуна китабаллахи ва ятадарасунаху бейнахум илля назалат алейхим ас-сакинату ва гашиятхумур рахма ва хаффатхумул малаика ва закарахумуллаху фиман индаху." Қандай да бір адамдар Аллах тағаланың үйлерінің бірінде, яғни мешіттерде жиналған болса, қазір енді мешіттерде мүмкіндік болмағаннан кейін бұл нәрсені үйде істеуге мүмкіндік бар. Отағасы, жұбайы және де балалары отырып жасаса болады. Жасалатын амал қандай? Қандай да бір қауым Аллах тағаланың үйлерінің бірінде жиын құрып, Алланың кітабын оқитын болса, және де оны өзара дәріс қылатын болса, онда олардың үстілеріне Аллах тағала тыныштықты түсіреді дейді. Және де оларда Алланың рахымы бүркейді. Ва хаффатхумул малаика, сондай-ақ оларды періштелер қоршап алады дейді. Ва закарахумуллаху фиман индаху, және де Аллах тағала олар жайында өзінің құзырындағы жақын періштелеріне айтып береді дейді. Тамим ад-Дари деген сахабасынан Аллах тағаланың елшісі былай деген: "Мән қура ашра аятин фи лейлатин." Кімде-кім бір түннің ішінде 10 аятты оқыса, намазда немесе Құран ашып отырып, бір түннің ішінде 10 аят оқыса, кутиба лаху қинтар, онда оған қинтар деген көлемдегі сауап жазылады. Бұл қинтар деген көлемдегі сауапты пайғамбарымыз жалпы былай түсіндірген: "Вал қинтару хойру минад дуния ва ма фиха." Қинтар деген көлемдегі сауап ол осы дүние мен оның ішіндегі нәрселердің күллісінен артық дейді. Мысалы, осы дүниенің күллісін сіз біреуге садақа беріп жіберсеңіз, қандай сауап жазылады оған? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұдан да жеңіл нәрсені айтып жатыр. 10 аят оқысаң түннің ішінде, осы дүние мен оның ішіндегінің нәрсесінен күллісінен артық көлемдегі сауап жазылады дейді саған. 10 аят керек екен. Бір түннің ішінде 10 аят оқылса, болды, осы нәрсе жүзеге асады екен. Сөйтіп, файза кана яумул қияма, сөйтіп қиямет күні болған кезде, яқулу раббука азза ва джалла, осы әр түні 10 аят оқып жүріп Алла тағаламен жолықсаң, Раббың саған былай деп айтады дейді: "Иқра, оқы, варқа", және де самға деп айтады екен. "Ликулли аятин даража", оқы және самға әрбір аятың үшін дәреже беріледі. Сөйтіп көтеріле бересің. "Хатта янтахия иля ахири аятин маху", сөйтіп оның жадында жатталған ең соңғы аятқа тоқтағанға дейін көтеріле береді екен. Сөйтіп ең соңғы аятының қасына келген кезде, яқулу раббука азза ва джалла, өте үстем және ұлы Раббың былай деп айтады дейді: "Жаңағы құлға иқбид", қалықта осы жерде деп, тоқта, қалықтап тұрады бір орында. "Фаяқулул ғабду, я Рабб, анта ағлам", Раббым, сен жақсырақ білушісің деп. Сонда Аллах тағала оған айтады: "Бихазихил хулда", міне осы дәрежеңде мәңгі жасайсың, "Ва бихазихин наима", және осы дәрежеңде мәңгі бақыт, жәннаттың бақытында боласың деп айтады екен.